Қайырлы кеш, кішкентай досым. Ыңғайланып жатып көзіңді ақырын жұм. Бүгін біз бірге сиқырлы ертегі әлеміне саяхат жасаймыз. Бұл ертегі әлемі арнасы. Мұнда әр ертегі жүрекке тыныштық сыйлап, тәтті ұйқыға жетелейді. Ендеше ертегімізді бастайық. Алтын балық. Ертеде теңіз бен аспан бір-біріне сыр шертетін заманда көгілдір толқындардың жағасында кішкентай ғана ескі лашық болыпты. Сол лашықта балықшы ата мен оның кемпірі өмір сүріпті. Үйлері жұпыны болса да, теңіздің жанындағы өмір оларға ерекше тыныштық сыйлайтын. Таң сайын балықшы ата күн шықпай тұрып оянатын. Әлем әлі ұйқыда жатқанда, ол есікті ақырын ашып сыртқа шығатын. Таңғы ауа салқын әрі таза болатын. Аспанда жұлдыздар әлі сөне қоймаған, ал алыстан теңіздің баяу дыбысы естіліп тұратын. Ата әрдайым жағалауға жеткенде тоқтап, теңізге қарап тұратын. Қайырлы таң, көк теңіз дейтін ол жай ғана. Бүгінде несібемізді бере гөр. Толқындар жағаға баяу соғылып, оған жауап бергендей сыбырлайтын. Ата осы дыбысты тыңдағанды жақсы көретін. Себебі теңіз ешқашан асықпайтын. Ол әрқашан сабырлы еді. Балықшы ата ауын суға тастап ұзақ күтетін. Ол үшін күту шаршау емес, демалыс еді. Жел шашын тербетіп, күн баяу көтеріле бастайтын. Бір күні таң ерекше тыныш атты. Ай әлі аспанда қалып, теңіз бетіне күміс сәуле төгіп тұрды. Су айнадай тегіс еді. Ата ауын тарта бастағанда, су ішінен алтын түстес жарық көрінді. Ол таңырқап қалды. Аудың ішінде кішкентай ғана алтын балық жылтырап жатыр екен. Оның қабыршақтары жұлдыздай жарқырап, су бетіне сәуле шашып тұрды. Кенет балық тіл қатты. Ата, мені босатыңызшы. Мен жай балық емеспін. Егер мені теңізге қайта жіберсеңіз, қалаған тілегіңізді орындаймын. Ата біраз үнсіз тұрды. Ол балыққа қарап, сосын кең теңізге көз салды. Маған ештеңе керек емес, деді ол ақырын ғана. Еркіндік әр тіршілік иесіне керек. Бар, теңізіңе қайт. Ол алтын балықты суға жайлап жіберді. Балық суға сүңгіп бара жатып, егер бір күні қажет болса, мені шақырыңыз, деді. Ата үйіне қайтқанда кемпірі оны күтіп отыр екен. Бүгін не ұстадың? Деп сұрады ол. Ата болған жайды айтып берді. Кемпір қабағын түйіп, ештеңе сұрамадың ба? Ескі астауымыз сынып тұр ғой. Соған жаңа астау сұрасаң болар еді. Ата кемпірінің көңілін қимады. Ол қайта теңізге барды. Алтын балық, деді ол баяу ғана. Су беті толқып, балық қайта шықты. Не қалайсыз, ата? Кемпірме жаңа астау керек еді. Жарайды, деді балық. Ата үйіне келсе, жаңа астау дайын тұр екен. Бірақ уақыт өте кемпірдің тілегі көбейе берді. Енді бізге жаңа үй керек, деді ол. Ата тағы теңізге барды. Бұл жолы теңіз сәл толқып тұрды. Бірақ балық тағы көмектесті. Лашықтың орнында жаңа үй пайда болды. Біраз уақыт өткен соң кемпір тағы разы болмай қалды. Үй жақсы, бірақ біз бай адамдар сияқты өмір сүргіміз келеді, деді. Ата тағы теңізге барды. Енді теңіз бұрынғыдай тыныш емес еді. Толқындар жиі соғылып, жел күшейе бастаған. Балық тағы да тілекті орындады. Үйлері үлкен сарайға айналды. Қызметшілер пайда болды. Бірақ кемпірдің көңілі бәрібір толмады. Күндердің күнінде ол, мен ханшайым болғым келеді, деді. Ата күрсінді. Бірақ тағы да теңізге барды. Бұл жолы аспанды бұлт басып, толқындар қатты соғылып жатты. Алтын балық, деді ата шаршаған үнмен. Балық шықты. Оның көздері мұңды еді. Ата тілекті айтты.
Балық үнсіз тыңдап тұрды да, ештеңе демей суға сүңгіп кетті. Ата үйіне қайтқанда айнала тып-тыныш еді. Сарай жоқ, қызметшілер жоқ. Ескі лашық қана тұр. Сынған астау баяғы орында жатыр. Кемпір үнсіз отыр екен. Сол сәтте екеуі де бәрін түсінді. Олар бұрынғы қарапайым өмірінде бақытты болған екен. Бірақ ашкөздік сол бақытты байқатпай қойған. Ата сол кеште теңіз жағасына барып ұзақ отырды. Ай аспанда баяу жүзіп су бетіне жарық төгіп тұрды. Толқындар жағаға келіп қайта шегініп тағы да оралатын. Теңіз ештеңе айтпаса да бәрін түсіндіргендей еді. Ата жүрегінде бір тыныштық сезінді. Ол байлық емес, тыныш өмір ең үлкенсі екенін ұқты. Сол күннен бастап олар бар нәрсесіне шүкір етіп өмір сүрді. Кемпір де сабырлы болып қарапайым тіршіліктің қадірін түсінді. Ал теңіздің тереңінде алтын балық еркін жүзіп жүріпті. Ол адамдардың жүрегі мейірімге толып, барымен бақытты болсын деп тілейді екен. Адамның бақыты байлықта немесе билікте емес. Шынайы бақыт қанағат пен тыныш жүректе. Барға шүкір еткен адам ғана өмірдің шын қуанышын сезінеді, ал ашкөздік адамды бақыттан алыстатады. Міне, ертегіміз де аяқталды. Егер ертегі ұнаса, арнамызға жазылып, тағы да түнгі ертегілермен бірге болуды ұмытпа. Ал қазір демал. Көзіңді жұм. Жақсы түстер көр. Қайырлы түн.